18.000 ғаламтор. Медеудегі қараусыз қалған үй. Медеу биік таулы мұз айдынының жанында ескі аяқталмаған үй орналасқан. Аңыз бойынша үй иесі мен оның отбасы аяусыз өлтірілді. Енді олардың жаны тыныштық таба алмай жүр. Басқа нұсқаға сәйкес осында мейрамхана кешені ойластырылған. Бірақ құрылыс кезеңінде жұмысшылар сол жерден қашып кеткен. Жұмыс орнында түнеген құрылысшылар бір түрлі шуларға, дауыстарға, қадамдар мен соққыларға шағымданды. Кейбіреулер силуеттер мен елестер фигураларын көрдім деп мәлімдеді. Алайда құрылыс адамдар бірінен соң бірі неше түрлі апаттарға ұшырамағанша жалғаса берді. Кейбіреулер тіпті қараңғыда адамдарды қорқытқан бір кісінің сұлбасын көрдік дейді. Содан бері бұл үйге қорқынышты мистиканы ұнататын көп адамдар келіп кетті. Ал біреулердің айтуы бойынша үйде шынымен де теріс энергия бар екені сезіледі дейді. Басқалары ол жерді қызықты және жұмбақ ештеңе байқамадық деп мәлімдейді. Құрылыстың тоқтағанына 10 жылдан астам уақыт өтті. Ғимарат әлі күнге дейін қараусыз қалды. Сирек келушілерді бос терезелері мен ішіндегі қорқынышты суреттерімен қорқытады. Дегенімен, бұл зұлым рухтардың немесе сатанистердің айласы емес болар. Бәлкім тағы бір квест қараусыз қалған үйде орын алған шығар. Бәрі біткен соң ұйымдастырушылар артынан тазалауды ұмытып кеткен. Екінші қабатта қоқыс пен жазулар аз, бірақ граффити суреттері көп. Өнерпаздар аяқталмаған дәмхананың бос жерін ажарландырып, қиялдарына ерік беріпті. Жоғарыдан тылсым қорқынышты дыбыстар шықты. Металдың сылдыры мен сықыры. Алайда бұлар рухтар емес, шатырдың астындағы отырған құстар мен жұлынған жапырақтармен ойнаған жел еді. — 2010 жылдардың басында екі батыл кісілер елес гипотезасын тексеру үшін ғимаратқа кіріп кетті. Бірақ ешқандай тылсым жағдай онда бола қоймады. Зерттеушілер тіпті үйге түнеуге тәуекел етті. Бірақ түнде де, таңертеңде елестер табылған жоқ. Мүмкін аяқталмаған кафеге келушілер, іште жүрген келушілердің дауыстарын елестермен шатастырып алған шығар. Жапон әскери тұтқындары. Қазақстан кинотеатрын 53 жылдары жапондық әскери тұтқындар салған. Аңыз бойынша ауыр жұмысқа, аштыққа және қиын жағдайларға төтеп бере алмағандар қабырғаның ішіне қаланған. Содан бері ол жерде түнде біреудің қадамдары, дауыстары естіледі және елестері көрінеді дейді. Кинотеатр жұмыс істеп тұрған кезде бірнеше киномеханиктер тылсым жағдайлардан қорқып, есінен танып қалды дейді. Қазіргі уақытта кинотеатр жабық. Аңыз бойынша 90 жылдары бұл жерде тіпті эксперимент жүргізілді. Оның барысында 5 батыл адамға кинотеатрда түнеу ұсынылды. Барлығы бір ауыздан түсініксіз шу естідім деп мәлімдеді. Тағы бір аңыз Г2 ауданындағы Алматы маңындағы тауларда орналасқан түрме туралы айтады. Бір кездері жапондық әскери тұтқындар лагері болған, олардың қолымен салынған. Құрылыс кезінде қайтыс болғандар да қабырғаға қоршалған. Қараусыз қалған әскери госпиталь. Соғыс ардагерлеріне арналған госпиталь Таусамал шағын ауданында орналасқан. Ол 1967 жылы Ұлы Отан соғысының ардагерлерін емдеу және оңалту үшін ашылды. Кейінірек Ауғанстан ардагерлері емделді. Ең жақсы жылдары бұл ауруханада бір уақытта 500-ге жуық әскери қызметші болды.
Аңыз бойынша ғимараттың төбесіне зақым келтірген жер сілкінісінен кейін аурухана тасталды. Алайда басқа нұсқа бойынша қызметкерлер мен науқастар жеке заттарын, медициналық жабдықтары мен дәрі-дәрмектерін тастап, аурухананы асығыс қалдырып кеткен. Адамдар сырттан бір нәрсенің ішке кіріп кетуінен қатты қорыққандай, аурухананың артқы кіреберісіне тосқауыл қойып тастаған. Тағы бір оқиға әскери киімдегі сарбаздың елесі туралы айтады. Тірі кезінде ол осы ауруханада емделді, бірақ шайқаста алған жарақаттардан қайтыс болды. Аққар туралы аңыз. Аңыз бойынша көкжайлаудағы үстіртте анда-санда ұзын бойлы, тізеге дейін сұр сақалы бар жұмбақ ақсақал пайда болады. Ол өзімен бірге шахмат тақтасын алып жүреді дейді. Әдетте қария жалғыз туристерге немесе қойшыларға партия ойнауды ұсынады. Куәгерлердің айтуынша, ол кісі қалай тез пайда болса, солай да ғайып болып кетеді екен. Партияны ойнауға келіскендер қарт адам алғыс айтып, кетіп қалатынын, содан кейін ғажайыптар орын ала бастағанын атап өтті. Жануарлар мойынсұнғыш болады. Қойшылар малдарына жақсы жайлау тауып кетеді. Бұлтты ауа райында аспан ашылады. Ал ойыннан бас тартқан жағдайда бәрі керісінше болады. Туристер адасып кетуі мүмкін. Ал табын бірден басқарылмай қалуы мүмкін. Қасқырлар түннің астында қойларды қырып кетеді екен. Бір қызығы, қарт адам қиял көрініс емес, нақты адамның Дадон деген кісінің бейнесі. Оның қолынан келмейтін іс жоқ. Топограф, тірі энциклопедия, рухани және физикалық тұрғыда өте күшті адам болған дейді. Рюкзағында ылғи да шахмат алып жүрген. Дадонмен кездескен туристер ерекше қарт адам туралы әңгімелерін айтып, кеңінен адамдарға тарқатып, осылайша аңыз дүниеге келді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...